Сәлем, менің атым Дымбілмес. Сәлем, менің атым Данагүл. Данагүл, мұна бізді көріп отырған балалар кімдер? Бізді көріп отырған балалар 2-ші И сынып оқушылары. Олар неге бізді тамашалап отыр? Біз оларға әдебиеттік оқу сабағын өтеміз. Бүгін нешесі? 8-ші сәуір. Сонда бөлім қандай? Қоршаған орта. Сабақтың тақырыбы қандай? Құрметтейік жер ананы. Мақсаты қандай? Шығармадағы көркемдегіш құралды теңеуді таба аласың. Сондағы күтілетін нәтиже. Мәтінді түсініп оқимын, мәтіндегі теңеу сөзді табамын, өзім де теңеу сөздерді қолданамын. Неге жерді анаға теңеген? Балалардан сұрап көрелік. Балалар, өз ойларыңды дәптерге жазыңдаршы. Данагүл, мына жерде не жазылған? Мен оқи алмаймын. Балалар, Дымбілмеске оқып берейікші. Мына суреттегі ата кім? Мәтіннің авторы Ғабит Мүсірепов. Балалар, Дымбілмеске Ғабит Мүсірепов туралы айтып беріңдерші. Сызбаны пайдаланып, Ғабит Мүсірепов туралы әңгімеле. Мәтінді мәнерлеп оқуға дағдылан. Соңғы азат жолын жаттап ал.
Данагүл, мен енді оқуды үйренемін. Сау болыңдар, балалар. Қайта жүздескенше.